Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бір жасағаннан шығатын, жұп-жұмсақ әрі мамықтай үлпілдек болып шығатын, сіздер ғашық болатын булочканы рецептісін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жасалу жолы өте қарапайым әрі оңай. Ең бірінші жылы сүтімізді құйып аламыз. Содан соң үстіне қант, 2 жұмыртқаны саламыз. Және де тұз салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Тұзы, қанты ерігенше, жұмыртқасы біркелкі болғанша венчиктің көмегімен немесе шаншының көмегімен де араластырсаңыздар болады. Келесі кезекте ашытқыны салып, тағы да бір араластырып жібереміз. Содан соң алдын ала мен ұнды міндетті түрде ұн илегішпен өткізіп аламын. Сонда нан болсын, кез келген тағамдарыңыз болсын, кереметтей жұп-жұмсақ әрі жақсы көтерілетін болады еленген ұнмен. Сол себепті ұнды елеп алыңыздар. Ұнның жартысын салып, бір жақсылап араластырдым. Содан соң қалған ұнды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай кішкене жұмсақтау қамыр болады, қолға жабысатын. Енді осы кезде сұйық майды құйып жібереміз де, жақсылап тағы да араластырамыз. Сұйық май сіңгенше, біркелкі болғанша жақсылап араластырып, иілеп қойып қоямыз. Бізде осындай жұмсақ болады, артық ұнның салудың қажеті жоқ. Толық рецепті төменге описанияға қалдырып кеттім. Артығымен ұн қоспаңыздар. Міне қамырды ашытуға 1 сағат, 1,5 сағатқа қалдырып қоямыз. Менде 1,5 сағат өтті. Ашыған қамырды кішкене ұн сеуіп түсіріп аламыз. Қолға жабысқақтау болғандықтан көп ұн қолданбаңыздар, тек қана кішкене ғана қолдансаңыздар жеткілікті. Енді осы қамырды бөлшектерге бөлеміз. Менде 15 бөлікке бөліп алдым. Теңдей етіп бөліктерге бөліп, қолымыздың көмегімен осылай дөңгелетіп шығатын боламыз. Және де барлығын бетін жауып, бір шетке қойып, шетінен алып жая бересіздер. Әйтпесе қамырымыз кішкене қатып қалуы мүмкін. Сол себепті үстін жауып, шетінен алып жасай бересіздер. Біздің қамырымыз жұмсақ болған соң жаюға өте ыңғайлы, азақ уақытты алады, шыны керек. Тез жайылады. Ұнды көп сеппейміз, кішкене ғана сеуіп жайсаңыздар болады. Жұқа етіп жайып аламыз да. Ішіне кез келген салманы салсаңыздар болады. Кез келген джем немесе мен сияқты варенка салсаңыздар болады, творог салсаңыздар да болады. Мен варенка салып, дәл осылай екі шетінен орап, осылай дөңгелетіп шықтым. Ең бастысы қыздар, қамырды жайып болғаннан кейін салмасын салған кезде мұқият болыңыздар, жақсылап жабыңыздар, өйткені ашылып кетпейтіндей басып тұрып жауып алыңыздар. Және де варенканың қою түрін пайдаланған дұрыс, сонда ағып кетпейді. Дәл осылай орап, барлық қамырларымызды противенге орналастырамыз. Келесі кезекте барлығына біркелкі етіп жұмыртқа жағып шығасыздар. Жұмыртқаны араластырып, егер булочкаларыңыз одан сайын жұмсақ, үлпілдек, биік болып шыққан қаласаңыздар, тағы да 10-15 минутқа қалдырып қойсаңыздар болады. Мен 15 минут көлемі шамасында қалдырып қойдым бетін жауып. Мен сол кезде мен булочкаларым дәл осылай тағы да көтеріліп шықты. Содан соң пешке салдым, 180 градусқа қызарғанша пісіріп аласыздар. Қараңыздар, қып-қызыл өте әдемі болып шықты. Өте биік, бір-біріне жабысып, кереметтей болып шыққан. Енді қалауыңыз бойынша бетіне қант ұнтағын салсаңыздар да болады. Мен қант ұнтағын себіп шықтым. Өте әдемі көрік береді, әрі дәм береді. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұның жұмсақтығын мен сіздермен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте жұмсақ болып шығады. Менің отбасыма, жолдасыма барлығына өте қатты ұнады. Сіздер де отбасыларыңызды осы тәттімен қуантсаңыздар болады. Қазір сіздерге арасын кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ болып шығады. Достар, сіздерге егер видео пайдалы болып жатса, менің каналымда үнемі активный болып отырыңыздар, лайк басып, пікір жазып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Сіздерді кереметтей қарапайым рецептермен қуантатын боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет.